сізге сәттілік. Бүгінгі ашық сабағымызды күнделікті сабақ ретінде өткізейік. Алаңдамай, күнделікті сабақтарын өткізейік. Сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен сіздер топқа бөлуге өтіп, топты арнайы участке арқылы ментиметр әдісі арқылы сіздерді топқа бөліп, әрқайсыларыңыз бөліп алыңыздар. Фотоларыңызды ашасыздар, сканерді мында үшеу, мында екеу. Сіздерде зерттеушілер, тарихшылар және шежірешілер деген үш топ шығу қажет. Сканерді шығу қажет. Раяна қайда? Тарихшылар, бізге тарихшылар, шежірешілер мына топта отырады, зерттеушілер мына топта отырады, және тарихшылар мына топта отырады. Жылдам. Қайсына қай атау түсті, соны жылдам ауысып аламыз. Тез уақытламаймыз. Және оның мағынасын маған айтып берулерін қажетсіздер. Қай топ басты? Нұрым, жошы облысына қайсысы қатысты? жошы облысына. Неліктен үлкен ұлы? Жошы ол жұмысшының үлкен ұлы болған. Дұрыс айтасың. Жақсы. Келесі Алтын Ордаға байланысты. Жоқ, тоқтағанда мен Алтын Орданы басып отырмын. Алтын Ордаға байланысты. Кім шығады? Алтын Ордаға байланысты. Келісесің? Неліктен әміртемір? Жоқ, жасап, әміршінің бірі болған. Жақсы, келесі. Моңғол шапқыншылығына қатысты. Келе ғой, Гаухар. Шыңғыс ханның әкесі болып табылады. Жақсы, ала кет. Келесі, жошы ұлына қатысты. Жошы ұлына қатысты қайсысы сөйлем көріп тұрмында? Жошы ұлына қатысты. Жошы ұлына қатысты. Артында жүйме тақымшылық келеді, Аида келе ғой. Жошы ұлына қатысты. Неге Қыпшақ, Керей, Найман тайпалары? Жошы ұлысының ішінде яғни осы тайпалар құрамында кірген тайпалар болып табылады. Келесі Алтын Орда. Алтын Ордаға қатысты мемлекеттер. Қадыр келе ғой. Алтын Ордаға қатысты мемлекеттер. Қайсысы? Алтын Орда, қазақ хандығы құрылды. Қателесті. Дұрыс емес. Кім дұрыстайды? Алтын Ордаға қайсысы қатысты? Кім дұрыстайды? Ал қарап шық. Әсер келе ғой. Алтын Ордаға қатысында. Сарайбегі. Кім тұсында? Берке тұсында Сарайберке, ал Бату тұсында Сарай Бату жауабы. Жарай, жақсы. Келесі, моңғол шапқыншылығына қатысты қай сөйлемді көрсетіңіздер? Келе ғой. Кім? Бірінші қойды. Қайсы? Яса. Қандай қатысы бар? Яғни жаса, немесе яса, заңда жинағын жеті буыннан шағын болады. Жақсы, келесі. Жошы ұлысына қатысты қандай сөйлемдер қалды? Раяна? Ислам діні. Қателесті, дұрыс емес. Жошы ұлысына қатысты. Ана жақта бағына кім ұрды? Гаухар ұрды. Гаухар. Жошы ұлысына қатысты қайсысы? Келе ғой. Жаңа Раянадан кейін Гаухар ұрған болады. Қатысына? Неліктен Ұлытау кесенесі дейді? Кім айтады? Ұлытаудың қандай қатысы бар жошы ұлысына? Аида? Жошы ұлысы жердің кесенесі. Жоқ, бермей, қателестіңіз. Кеттік, ағары. Моңғол шапқыншылығы. Кім айтады? Жерасыл бірінші басты. Моңғол шапқыншылығы қайсысы қатысты? Темучин. Шын есімі. Жақсы, Алтын Ордаға қатысты. Дильназ. Алалым. Бесіне болып отырмын. Ислам діні. Неліктен? Кімдердің шапқыншылығы? Кімдердің келуімен? Кімдердің келуімен? Арабтардың келуімен. Жарайды, жақсы.
Кеттік. Жошылысы қалып тұр әлі. Қайсысы? Кім ұрды? Кесе келіп. Жошылысында Алтын Орда, Ақ Орда қазақ хандығы құрылды. Ол яғни соның территориясын. Так, бізде қалып қойды. Ал Нұрислам. Қайсы беріңіз? Жақсы. Ал қателестіңдер. Алтын Ордада тұр әлі. Жақсы, дұрыс. Яғни бүгін бізде толықтай қандай не сурет көріп тұрмыз? Ақ Орда. Сонда бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Ақ Орданың қазақ хандығы. Болды ма? Гаухар регламент ұстануымыз қажет. Болды. Тоқтатамыз. Мына шыққанда толықтырамыз. Хорошо? Болды. Назарымыз тақтада боламыз. Балалар тыңдаймыз. Назарымыз тақтада. Тақырыптар. Біз зерттеушілер тобы гамма жасанды интеллект арқылы Ақ Орданың құрылу себептері мен тарихи жағдайларын зерттеп, топпен талқыладық. Бүгінгі презентацияның тақырыбы Ақ Орданың құрылуы, оның тарихы және маңызы. Және екінші Ақ Орданың құрылу себептері бұл Алтын Орданың әлсіреуі бұл үшін саясат дағдарысы өте үлкен болды. Ал сыртқы қысым бұл Темірхан шапқышынан кейін қатты әсер болды. Және саяси белсенділік бұл жергілікті тайпаларда мен олар бірлестікте болды. Ақ Орда билеушілері және мақсаттары. Билеушілері Ақ Ордада Есен хан, Мүбәрак қожа, Орыс хан тоқтамысқан болды. Әсіресе Орыс хан билігінің кезінде мемлекет күшейіп, Алтын Ордаға күрес жүргізді. Саяси мақсаттар Ақ Орданың тәуелсіздігін сақтап, мемлекеттің күшеюіне ұмтылды. Қазақ хандығы Ақ Орданың билеушілері болашақ қазақ хандығының негізін қалап, мемлекеттің тұтастығын сақтап және мемлекеттің дербес болуына жол ашты. Сонымен қатар Ақ Орда көптеген жорықтарда жалғыз ғана шайқасқан жоқ, ол басқа да мемлекеттермен қарым-қатынаста болды. Ең алдымен ол Алтын Ордамен қарым-қатынаста болды, яғни тәуелсіздік және күрес қатары бойынша бір-бірімен қарым-қатынаста болды. Моғолстанға келетін болсақ, бұл жерде Ақ Орда саяси одақтар құрды және әскери қақтығыстар Моғолстанның арасында екеуі болды. Сібір хандығымен байланысына келетін болсақ, Ақ Орда бізде Батыс Сібірмен байланысты нығайтқысы келді. Сол үшін Сібір хандығымен байланыста болды. Ақ Орданың әсері, яғни бізде Ақ Орданың әсеріне бірнеше себептер болды. Ол бірінші саяси тұрақсыздық, яғни қандай да бір Ақ Орданың ішіндегі ішкі саяси тұрақсыздығын орын алғаннан. Және екіншісі сыртқы шапқыншылық. Бұл жерде Ақ Орданың көршілес мемлекеттер немесе басқа да мемлекеттердің сыртқы соғыстар жариялап, сыртқы шапқыншылықпен әсер етуі. Ал соңғысы бізде дағдарыс, яғни Ақ Орданың ішіндегі әлеуметтік экономикалық дағдарыстың болуы. Енді осы презентацияны қорытындылай келе, Ақ Орда бұл бізде қазақ хандығын ізашар болғандықтан, яғни ол қазақ мемлекетінің қалыптасуына өте маңызды рөл атқарған орда болды. Яғни зерттеу нәтижелері Ақ Орда маңызының тарихын көрсетті. Жақсы болды. Жақсы. Келесі топ.
жасанды интеллектіні қолдандық және картамен жұмыс жасадық. Бірінші сұрақ, Ақорда алғашында қай мақсат қойды? Ақорда ол батыс жағына мұғажатауымен, ал солтүстігінде Сібір ормандарымен, оңтүстігі мен шығысын Сырдариямен және Балқаш көлінің территориясын алып жатыр. Ал Шипан қосылған кезде ол Жая өзеніне яғни Орал өзеніне дейінгі территорияны қосып алды. Екінші сұрақ, алғашқы пландарын жүргізген Ақорданың құрылымы қазақ халқы үшін маңызы қандай? Ақорда қазақ ханның құрылымына негіз болды. Ол мемлекеттің жеке мемлекет болуына ықпал етті. Мемлекеттің тәуелсіздігі үшін күрес жүргізіп, қазақ ханның құрылуына әсер етті. Ақорданың билеушілері, мысалы Ырыс хан, қазақ ханның құрған Керей мен Жәнібек хандардың ана-аталары болды. Ақорданың астанасы Сығанақ қаласы Сырдария өзенінің аумағында болды. Ол қазіргі Ақорданың басты астанасы және сауда орталығының басты қаласы болды. Аймағы Алғашқы хандардың жүргізген саясаты қандай болды? Бізде Ақордада 8 тарихта қалған хандар болған. Олар Орда Ежен, Сасыбұға, Ерден хан, Мүбәрак хан, Тоқтамыс, Барақ, Шығатай, Ұрыс хан болған. Оның ішінде Ұрыс хан осы қазақ ордасының Ақорданың негізін қалаған 1226-1251 жылдар аралығында билік еткен Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының екінші ұлы болған. Және оның саясаты барысында Ақордадағы басқа да билеушілер саясаты арқылы дамып, Ақорданың, яғни қазақ хандығының құрылуына әкелген. Барақ хан бізде Ақорданың соңғы билеушілерінің бірі, және Орыс ханның тікелей ұрпағы, және Барақ ханның саясатына келетін болсақ, оның саясаты бізде Ақорданы қайта қалпына келтіруге, және Сырдария бойындағы қалалар үшін күреске, және Мауреннахрдағы билікке таласқа бағытталды. Яғни өзінің саясаты арқылы осы бізде қазақ хандығының Жәнібекке, яғни қазақ хандығының құруына өте өз үлесін қосқан. Ақордада ерекше алтын тақ болған. Ол тақ егер хандар жақсы жүргізген кезде жарқырап нұрын шашқан, ал егер халқына қиянат жасағанда бұл күңгіртеніп өзінің билігін жоғалтқан деген аңыз бар. Ақорда туралы қандай қызықты деректер белгілі? Ақорда бізде 240 жыл өмір сүрген билік, және де 240 жыл өмір сүрген билік бізде бұл Ақорда 13 ғасырдың екінші жартысында шамамен 1240 жылдары өмір сүрген. Және де бізде 15 ғасырдың басына дейін өмір сүрген билік 1428 жылы билікке Әбілқайыр хан келгеннен кейін Ақорда көптеген шайқастардың салдарынан әлсіреп, оның орнына Әбілқайыр хандығы құрылып кетті. Және де Ақордамен көптеген үздіксіз шайқастар жүргізгеннен кейін басында Алтын Орда Ақорданың құрамында болғандықтан 15 ғасырға таман онымен сыртқы саясат жүргізе бастағандықтан оған көптеген хандар қызығып, тіпті өздерінің адамдарын таққа отырғысы келдірген. Ақорданың құрылуы қазіргі Қазақстан үшін қандай маңызға ие? Ақорда Қазақстан мемлекетінің дәрежесін алып жатқан және 14-15 ғасырларда түркі моңғол мемлекеті болған мемлекет.
бұл Қазақстан, Ақорда Қазақстан тарихы үшін өте маңызды. Ақорданың Қазақстан жерінде алып жатқан территориясына келсек, бұл Жетісу, Сырдария бойы, орталық және шығыс Қазақстан жерлерін алып жатқан. Бұл жерлер кейінгі қазақ хандығының негізгі құрылымы болған. Ақорданың тұсында және ислам діні таралып, медреселер мен мешіттер соғылған. Ақорданың құрылуы қазіргі Қазақстан үшін қандай маңызға ие? Қазіргі Ақорда Қазақстан Республикасының резиденциясы. Бұрынғы Ақорда 14-15 ғасырларда шығыс кешкі қыпшақ маңындағы мемлекет. Екеуін салыстырсақ, қазіргі Ақорда мемлекет басқару орны, бұрынғы Ақорда тарихи мемлекет. Қазір айтылған сөздердің қорытындылай өткен болсақ, Ақорданың қазақ халқының тарихында аса маңызды рөл атқарады. Ол Ақорданың Қазақстанға деген мұрасы, ол тәуелсіздігі, дәстүрі және мәдениетін қалдырды. Яғни сонымен балалар қорытындылайтын болсақ, Ақорданың құрылуы, территориясы, олардың мемлекеттермен саған байланысы, хандары, аңыздары, деректері және қазіргі Қазақстанмен байланысына тоқталып боламыз. Енді бұл бізде топтық жұмыс болды, яғни жұмыс болды. Енді мен жеке сәл белсенділігі төмендеу балалармен жеке жұмыс жасағым келіп отыр. Бұл жеке жұмысты бізде ChatGPT Алиса белгілейді. Өзі тақтаға шығарып береді оқушыны. Сол оқушымен бірге жұмыс атқару керек болады. Алдымен бірге шықты. Ерасыл, Нұрасыл, Еркеғали. Ерасыл, айта ғой. Ақорданың. Ақорда бұл қазіргі орталық және шығыс бөлігін қамтиды. Яғни қазіргі Қызылорда облысы. Астанасы Сығанақ. Сығанақ қаласы. Жақсы. Келесі. Нұрасыл, Жошылысын атамыз. Ақорда қай ұлысқа жатады? Шыңғыс ханның үлкен ұлы, қазіргі Қазақстан батыс Сібір, Орта Азияның бір бөлігін құрайды. Үлкен ұлын аты кім? Жошы. Жақсы. Келесі Еркеғали. Ақорданың негізгі шаруашылығы қандай? Негізгі шаруашылығы, мал шаруашылығы, ол Ақордада сиыр, бұғы, түйе, жылқы бағған. Олар өнімдері сүт, тері, сүйек, ет, сүйек. Олар күнделікті тұрмыста пайдаланылған. Және егіншілік, олар су, өзен көлдерін жөнінде дамыған. Жақсы. Яғни бұл бізде балалардың белсенділігі төмен болған балалармен жүргізілген Алисаның ChatGPT арқылы берген тапсырмалары. Енді балалар бүгінгі сабақты кері байланыс беретін болсақ, я қорытындылайтын болсақ, бағалап отырмыз ғой, тоқбасшылары. Толықтай, қазір сондай тастар. Кері байланыс орындықтың үстінде арнайы кері байланыс сантиметр әдісі платформасы арқылы істелінген. Осыған соткаларыңызда ашасыздар, QR-кодты жасайсыздар да маған бүгінгі алған, яғни бүгінгі сабақтан қосымша қандай ерекше мәліметтерді алдыңыздар. Яғни мен ұнады, керемет жақсы деп, яғни мұғалімдерге көріну үшін жазып қойған болатынмын. Ал сіздер